Сиырдың бір ғана сирағынан қанша холодец шығатынын білесіз бе? Онда кеттік, бірге жасайық. Сирақты барынша таптаза қылып жуып, су құйып, кішкене ет салып, қайнатып бір төгіп тастаймыз. Тағы бір мәрте жуып жеріп, үстіне 3 литр су құйып қайнатамыз. 2 сағат қайнағаннан кейін үлкен ас қасықпен 1 қасық тұзымызды салып араластырып, тағы 2 сағат қайнатамыз. Барлығы 4 сағат қайнағаннан кейін үстіне 1 сәбіз, пияз және 2 лавр жапырағы мен 4-5 қара бұрышты қосып, 1 сағат қайнатып, сүзіп алып тастап, тағы да 3 сағат қайнатамыз. Бар жоғы 8 сағат қайнағаннан кейін, мінекей, барлығы сүйегінен өзі түсіп, әдемі былқылдап піскеннен кейін осылай сүзіп аламыз. Етім бір бөлек, мінекей қараңыздар шыққандай әдемі болып пісті. Етімізді шанышқының көмегімен шашыратып қойып, енді мына сирақты сүйегінен ажыратамыз. Баяу отта былқылдап 8 сағат жұп-жұмсақ болып піскен сирақты сүйегінен ажыратып, ұсақтап турап қоямыз да, сорпамыздың үстіне осындай 5 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Кейін жаңағы піскен сәбіздерімізді әдемілік үшін осылай әсемдейтін боламыз. Мінекей гүл тәрізді етіп қиып алдым. Бөдененің жұмыртқасы болса, бір пісіріп жіберіп, 2-ге бөліп салсаңыздар да болады. Бұл тек әдемілік үшін ғана, және жасыл бұршақты қосатын болам. Мінекей бір кішкене қасықтан салып шығамын. Кейін үстіне қара кесек етімізді жайғастырып, сосын мына сирақтан түскен етті әдемілеп үлестіріп, барлығына жеткізіп салып аламыз. Мінекей, енді қазір сорпамызды сүзгіден өткізе отырып, жаймен 2 ожаудан құйып шығамын. Қараңыздар, мінекей, жаңағы салған сарымсағымызда, қара бұрышымызда сүзіліп түсіп қалады. Шұңғыл ыдыстарға құйып алған болсақ, сорпамызды сүзіп, үстіне қалған етті барлығын қосып араластырып, жалпақ ыдысқа құйып, суығаннан кейін 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Сонымен біздің холодец дайын болды. Дәмі қалай болғанын отағасынан сұрайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Керемет. Өте дәмді. Жарайсыз, Шынар ханым.